да. Негізі өткенде ислам әдептерінде белгіленген кезде Алланың алдындағы әдептер нешеге бөлінеді дейтін сұрақ келді. Сол жерде қайт жауап берер білмей адамдар ол не деп отырды ғой. Құранға да келді. Сол кезде Ақсұлу апа санады ғой, үшеуін біледі екенмін деп күліп отты ғой. Құранды қарапайым пакетте, сумкада жүрсе, рұқсат етіледі бұлай ұстап жүруге. Бірақ бәрібір де мен құрметтеймін, Құранға бейжай қарамаймын деген адам сумкамен қосып құшақтап алады. Сумка болмаса, Құранды бұлай ұстап жүруге болмайды. Кіндіктен төмен кетпеу керек. Отырған кезде де бүйтіп аяғымыздың үстіне қойып отырып оқимыз деген сияқты болып бір адамдарда болады ғой. Кіндіктен төменге болмайды. Құранның алдындағы әдептерге. Құран тұрған бөлмеге киім ауыстыруға болмайды. Құран тұрған бөлмеге ұйықтауға болмайды. Неге? Түнде жатқан кезде әуретіңіз ашылып қалуы мүмкін. Егер бір прямо болмай жатса, бірақ қазір біздер Құранды шыны керек әсемдік үшін стена Құранның картиналарын қойып қоямыз ғой. Мынаның бетіне басқа бөлме болмаса жататын, бетіне жауып қою керек мата. Түсіндіре алдым ба? Аят ашық тұрған жерде қалай болса солай аяғыңыз ашық ұйықтап жатуға болмайды. Бәрібір ұйықтап жатқан адам өліп жатқан адаммен тең, жартылай өлім. Ашық шашып жатқаныңызды білмейсіз ғой сіз. Ол түгін мен емізіп жатқан кезде ашылып жатамын кәдімгідей. Алла кешірсін. Енді қараңыз, мана айттым ғой, қарапайым кітаптар тұрып, міне 3 кітап тұр деп ойлаңыз. Ең астында Құран тұруға болмайды. Мынаның үстінде мысалға әдебиет, қазақ тіл тұруға болмайды. Түсіндіре алдым ба? Құран немесе ортасында тұрып, мына жерде қарапайым кітаптар тұра берсін, Құран ортасында тұруға болмайды. Құран міндетті түрде мынаның үстінде тұру керек. Енді мынандай жағдай болады. Қазақша аудармасы бар Құран мынаның үстінде тұруға болмайды. Қ деп қойын. Қазақша аудармасы бар Құран, арабша Құранның үстінде тұруға болмайды. Бірақ қазақша аудармасы бар Құран мыналардың үстінде тұрады. Түсіндіңіз ба? Яғни қазақ тілі, әдебиеті, қазақша аударма Құран и арабша Құран дәрежесі бойынша. Түсіндіре алдым ба? Сосын, мысалға, Құранның беті ашық тұрған жерде дүнияуи әңгімелер айтылмағаны абзал болады. Бәді кларастан дүге сабақта айтады енді, Құранның бетін жауып тастаңызшы деп әңгіме айтып кеткен кезде. Болады ғой әңгіме айтып. Енді мынандай, жаңа сізге айтқаным, мына жерге қағаз қойып қойға болмайды. Аяттың үстінде. Құранды жапқан кезде әріптер бір-біріне тиіп тұру керек. Бір ұстаз айтып, қай ұстаз әріптер бір-бірін сағынап деп, бір-бірін көре алмайды деп сөйтіп, ана көре алмай қалады ғой. Бір жағынан мынау бәрібір Құранның үстінде тұрған болып есептеледі да. Ана қазақ тілі әдебиетті салып қоя береміз қағаз. Сосын Құранның бетін біздер не істейміз? Алып, бүктеп қоюға болмайды. Мына жағындағы парақ аяттардың үстінде қалып қойды. Себебі сіз ба, мамам екеуі айтқан